Президенттің айтқанымен келісемін, қолдаймын. Жесткие меры деді ма, жесткие меры. Башим на митинг нахуй. Қазір Сәлем достар, сіздермен бірге Куба и бүгін көретіндеріңіз. Бүркіт ағамыз өз пікірін білдіре кетті Алматыдағы митинг туралы. Ол кісінің айтуы бойынша Алматының жай тұрғындары бұндайға бара қоймайды. Бұл только мародерлардың қолдарынан келеді дейді. Обалай, обал. Біздің әсем Алматы қаламыздың көшесі деп айту қиын, я? Сену қиын. Митингке шыққан, шеруге шыққан қарапайым халық бұндай жасамайды. Бұл сол қарапайым халықтың ішінде осындай банда дей ма, террорист дей ма, кім болса да мынау зұлымдыққа, осындай зұлымдыққа барған қарапайым халық өзінің үйін өзі тонамайды. Өзінің үйін қиратпайды. Президенттің айтқанымен келісемін, қолдаймын. Жесткие меры деді ма, жесткие меры. Бұл сұмдық нәрсені тоқтату керек. Сондықтан да жесткие меры дегенге мен қатты келісемін. Өйткені өзіміздің қарашы қандай тамаша қаламызды быт-шыт қылып атыр. Не деген сұмдық мынау? Осылай істеуге бола ма? Машинелерді өртеп, қиратып. Бұл деген нағыз оңбағандық. Не бұл? Не мына? Алпамыс деген аңшылық. Толпа народа шло по улице Толеби в сторону восточного Алматы. Там по дороге, по улице Гагарина остановился КамАЗ и крикнул какой-то дед, кто может довести КамАЗ до поста. КамАЗ с синими номерами был. Я понял, что он захвачен сотрудников. Это КамАЗ сотрудников полиции. Я откликнулся, сказал, что я умею водить КамАЗ, могу доехать. Все, я пересел КамАЗ и ехал, снимал видео и говорил, что я буду ебашить посты. Ебашим на митинг нахуй! Потом все, я доехал до вот этого места, нас остановили сотрудники полиции. Әрине өз пікірлеріңізді комментарияда жазуды ұмытпаймыз достар. Бүркіт ағамыздың ойымен келісетін болсаңыздар лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.